Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлі. Бұл ән Шәмші Қалдаяқовтың ана туралы жыр әні. Бұл ән ана алдындағы ешқашан өтілмейтін борышын сезінген жас баланың егілі төгілген көз жасындай. Бұл ән аналар туралы әнұран. Шәмші Қалдаяқов оқып жүрген кезінде ауылынан анасы өмірден озыпты деген суық хабар келеді. Қаралы хабарды естіген бойда ол оқуын тастап ауылына асығады. Анасының мезгілсіз қазасы оның жанына қатты батады. Көзі тірі жандардың арасынан анасын іздеп, жаны жабырқайды. Келмеске кеткен аяулы анасына деген бар жылулығы мен сағынышын жеткізу мақсатымен Шәмші Қалдаяқов ән жазады. Алматыға оралған бойда ол ақын, жазушы замандастарына жолығып, ана туралы өлең жазып беріңдер жігіттер деп қолға салады. Сонда оған замандастары: жақында Ғафудың да анасы өмірден озды, сен одан да сол жігітке бар деп жауап қайтарады. Шәмші дереу ақын Ғафу Қайырбекпен жолығып әнін тыңдатады. Ғафу әнді тыңдап біраз уақыт үнсіз отырды. Ол да анаға арнау ретінде жыр жазуды ойластырып жүрген болады. Сазгердің мұңлы сазынан кейін 15 минуттың ішінде ана туралы жыр әні дүниеге келді. Әлдилеп аялап өсірген жемісін самал жел саябақ. Шешем мені келіп жатыр мына ауылдың сыртында, әкем қасында. Ол кісі өмірден жас кеткен кісі, ұзақ уақыттар ауру болды. Сол аурудан кетті. Ал ол кезде мен ойдақ едім. Ол 59 жыл кетті. Қазақта мақал бар: анаңды Меккеге 40 рет арқалап апарып алып келсең де қарызынан құтыла алмайсың деген. Соның бір жобасы болып тұрсын деп мен 59 жылдан бастап ана туралы ән жазайын деп ойға түскен. Нұрсұлтан қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі. Қазақтың 100 ән жобасы. Біз Шарын шаңырағы, қазақтың вальс королі Шәмші Қалдаяқов ағамыздың ана туралы жыр ән тыңдаған болатынбыз. Олай болса, құрметті көрермен, бірге тамашалайық. Көңілі көктемде
Өсиет етсем де, мен саған сәбимін. Көңілі көктемде, көзінен танимын. Жүрегімнің түкпірінде сақталған жылы тиер сан мың есім аттарда туа біте жүрегімде бір сөз бар, ана деген әріптермен жатталған. Ана деген неткен жан құдіретті, жаратыпты жаратқан құзыретті, өмір сыйлап келешекке із қалдырар. Ана деген қадірлі жан, құрметті. Әлдилеп оялып, өсірген